Ассалаумағалейкум ағайын. Қолдан жасалған инкубатордың бүгін выводимостін шығару процентін есептейміз. Примерно 50 шақты жұмыртқа болған. Точный санын білмеймін. Қазір брудер жылтып қойдық. Балапандарды брудерға салам. Сол кезде есептей аламыз выводимость. Ең соңында нәтижесін көрсете кетемін. Общий 25 балапан шықты. Мына жерде 23-і, ана жерде біреуі өліп қапты қысылып, біреуі енді шығып, әлі кеппеген. Сондықтан инкубатордың ішінде газ қалған жұмыртқаларды санаймыз. Мына жерде шықпаған жұмыртқалардан әлі 18 бар екен. Бүгін 21-ші күннің басы, сондықтан әлі шығады балапандар, тиісіп жатыр. Мына балапан тірі, жаңа ғана шықты, бұл кішкене кебу керек. Мына балапан өліп қапты, өкінішке орай. Түнгісін шыққан кезде егіп тастаған, астында қалып қалған. Осы өліп қалған балапанмен есептеген кезде шыққан балапандар 25-те есептедік, өйткені шықты ғой балапан. Просто басқалар езгенде өліп қалды. Енді нәтижесін біраз уақыттан кейін көреміз деген ойдамын. Ал енді ағайын, міне бізде мына жерде 12 балапан қосылды. Бағана 23 балапанымызға. Общий 35 мында балапан. Негізі 36-сы шыққан. Біреуі өліп қалған, мызылып. Мына жерде 35 балапан. 36, 37 шығып жатыр, 37-шісі. 38-ші шығып жатыр, 39-шы. Осы екеуін шықты деп есептей берейік. Өйткені ертең түсіруге уақытым болмайды. Мына үшеуінде ешқандай тесіп жоқ. Енді ертеңге күтемін. Бірақ итогын қазір айта кетейік. Ал енді ағайын, міне бізде мынау итог. 100% салынған жұмыртқа 43 штук. Оның 3 штугі ешқандай теспеді. Қалғандары уже 40 штугі тесіп, ана жақтан последнийлар шығып жатыр. Енді общий процент есептеген кезде 93-те 1% болып тұр шыққан жұмыртқалардың. Бұл Аллаға шүкір жақсы результат деген ойдамын.